Құрметті қазақ елі, ассалаумағалейкум. Достар, келесі видеоны қараңыздар. Мұқағали Мақатаев жалпы жалғыз ете беретін сорлы еркек болады ғой, вот сондай. Бүгін менің туған күнім ойпалай, мына адамдар неге жатыр тойламай дейді. Сен білек, бірінші жасасайшы туған күніңді, біз барамыз ғой. Мұқағали Мақатаев сорлы еркек болған дейді. Қатыгез қайсы бір сағатта өмірді келеді тастағың, сонда да үмітті жоғалтпа, қаралы күндерден қашпағын, сабыр ет, төзім қыл, өмірің улығын жолдаса, өзің ақ ойлашы несі өмір қуаныш қайғысы болмаса, болса да алдың құз артың жар, күндағы өмір сүр, айныма деп жырлаған Мұқағали Мақатаев сорлы емес. Қазақтың өз басында бостандығы жоқ, қазақ халқы тентіреп жүрген кезінде ұлтымыздың нағыз мотиваторы болған азамат. Шынға шықпын сол адамға. Мен болмасам болама, оламан ба? О тәңірім, неткен жан едің, қайрылмайтын жүрегің еттен бәлі қол адам ба? Шынға шықпын, несіне оны жасыра алам? Әрбір алтын ғой бір тал шашымаған деп жырлаған Мұқағали Мақатаев сорлы емес, қазақ халқының махаббат өлеңдерінің символы болған кісі. Пай-пай өмір өтесің ау бір күні, тиясың ау қуаныш пен күлкіні. Өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі. Пай-пай өмір өтесің ау бір күні деп жырлаған Мұқағали Мақатаев сорлы емес. Бұл өмірге не үшін келдің және мақсатың не, соған жете біл деген қазақтың нағыз ақылшысы болған кісі. Құрметті қазақ елі, бұл жігіт ұсталды, табылды. Қарасаздың менмен деген жігіттері ұстап алып, кәдімгі Мұқағали Мақатаев атамыздың әруағынан кешірім сұратты. Жаңа аяғына жығылдырып десек те болады, ескерткішіне апарып. Бірақ деген сұрақ болады да, алдымызға келсе атамыздың құнын кешкен халықпыз ағайын. Бұл дүние бірақ қашанғы жалғасады. Осыдан 4-5 жыл бұрын бір Нұрлан Байділда деген бір Исалаң шығып, Абай Құнанбаев осы өмірде өмір сүрсе, қазіргі таңда ол тек қана журналист болар еді, тек қана блогер болар еді деп қара сөз жазып қазақ үшін шаршаған Абайдың да әруағын аяққа таптаған еді. Одан кейін как управлять казахами деп тағы бір тентіреп шықты. Енді мынау шығып отыр. Бұл қашанғы жалғасады? Құрметті жоғарыда отқан атқа мінер ағаларымыз, сіздер халыққа арнап әртүрлі штраф ойлап таба бергенше, неге қазақтың арыстарын аяққа таптап жатқан осындай дүбәраларға арнап бір заң ойлап таппайсыздар? Бұны қатаң жазалау керек деп ойлаймын. Құрметті қазақ елі, бұны жай бір ақат былай қалдыруға болмайды. Себебі Мұқағалидың әруағына түкірген адам бүкіл күллі қазақтың бетіне түкірді деп білем, өзім шын мәнісінде алатын болсақ. Және қазір мынау радикалды исламистер шығуы мүмкін. Әруақты көп айттың ғой, әруақта нең бар? Әруақ өтті кетті, оны қоя салу керек, әруақты атама мүлдем деп. Жоқ, құрметті радикалды исламистер, мен сіздерге айтайын, Аллаға шүкір, мен де мұсылманмын, бірақ мен өзімнің ұлтымның, өзімнің елімнің арыстарының әруақтары ешқашанда аяққа тапталуына жол бермеймін. Құрметті жоғарыда отырған атқа мінер ағалар, сіздерге енді құлақтарыңызға алтын сырға деп айтудан аулақпын, себебі бұндай сөз тіркесі ер адамға қолданылмайды, оны біле білсеңіздер. Сондықтан сіздерден бір өтініш, осындай алас ұрғандарға бір заң ойлап тапсаңыздар. Сіздерден қазақ халқының атынан өтініп сұраймын. Аман болайық, құрметті қазақ елі.